Сәлеметсіздер ме оқушылар, бізде кезекті 5-25 есеп теңдікті дәлелдеу керек, иә. Мына сол жағы мен оң жағы тең екенін көрсету үшін біз а қосылған б-ның кубы дегенді өз-өзіне 3 рет көбейту деген сөз, дұрыс па? А қосылған б-ның кубы дегеніміз. Енді осылай 3 рет көбейткеннен кейін біз а плюс б-ның квадраты неге тең екенін білеміз ғой, иә. Сондықтан мына өрнекті, мына көбейтіндіні квадрат ретінде жазайық. Сонда а плюс б-ның квадраты көбейтілген а плюс б деп жазсақ. Әрі қарай осыны шығару үшін а плюс б-ның квадратын ашып жазайық. Ол дегеніміз не? А плюс б-ның квадраты дегеніміз а квадрат қосылған 2аб плюс б квадрат, иә? Және қасындағы көбейтіндісі мынау а плюс б-ны ұмытпайық. Әрі қарай енді көбейткішті жүктеп әрқайсыны көбейтіп шығамыз. Сонда мынау а квадратты аға және б-ға көбейтеміз. Сонда а квадратты аға көбейтсек, а куб болады, қосылған а квадратты б-ға көбейтеміз. А квадрат б плюс, әрі қарай. Енді 2аб-ны мынау а және б-ға көбейтіп қосып шығамыз, иә? 2аб-ны аға көбейтсек, ол 2а квадрат б плюс 2аб-ны б-ға көбейтсек, 2аб квадрат болады екен. Келесі, енді үшінші бізде б квадратты а және б-ға тағы да көбейтіп қосып шығамыз. Сонда плюс б квадратты аға көбейтсек, ол аб квадрат плюс б квадратты б-ға көбейтсек, ол бізде б куб болады екен. Жақсы, енді әрі қарай ықшамдайық. Бізде а куб өзі жалғыз, иә? Сондықтан өзін жазайық. А куб деп. Енді а квадрат б мына жерде бар, және де 2а квадрат б міне мына жерде бар екен. Екеуі ұқсас мүшелер. Алдында көрінбейтін бір бар. Демек, бірге 2-ні қоссақ, бізде 3 болады, 3а квадрат б. Жақсы, келесі енді бізде 2аб квадрат бар және 1аб квадрат бар. Оны да біз ықшамдайық. Сонда 2-ге 1-ді қоссақ, 3аб квадрат болады екен. Енді соңғы бізде жай ғана б куб қалыпты екен. Міне осымен теңдік бізде дәлелденіп тұр. Яғни міне а куб қосылған 3а квадрат б қосылған 3аб квадрат және б куб. Екіншісін шығарайық. Екіншісінде минуспен, иә? А минус б-ның кубы деген, ол өз-өзіне 3 рет көбейту деген сөз, иә? А минус б-ны. Біз а минус б-ның өз-өзіне 2 рет көбейтіндісін білеміз, иә? Мынау а минус б-ның квадраты деп жазылайық бұны. Көбейтілген а минус б-ның міне өзі бар, үшіншісі. Так, а минус б-ның квадрат деген ақшақ жақшатын қалай болады? А квадрат минус 2аб плюс б квадрат. Және а минус б-ның өзін ұмытпайық. Енді қайтадан өз-өзіне көбейтіп шығамыз. Не болады бізде? А квадратты аға көбейтсек, а куб минус а квадрат б минус 2а квадрат б. Міне мына минус 2аб мен аны көбейттім. Енді қараңыздар. Минус 2аб-ны минус б-ға көбейтсем, минусқа минусты көбейтсек, плюс болады, иә? Сонда 2аб квадрат болады. Керісі аб квадрат минус б куб. Енді ықшамдайық. Бізде не бар? А кубтың өзін жазамыз. Мына жерде минус а квадрат б мен минус 2а квадрат б бар. Ол бізде минус 3а квадрат б-ны береді. Плюс 2аб квадрат пен плюс 1аб квадрат бар. Оны екеуін қоссақ, 3аб квадратты береді. Минус б куб. Осы бізде теңдік дәлелденеді. Келесі 26-шы есеп. Осы 5-25-шы есептегі формуланы қолданып, мына көпмүшеге түрлендіру керек екен. Так, бізде а плюс б-ның кубы дегеніміз мына формулаға сәйкес екен. Демек, қойып шығайық. Бірінші есеп. А плюс 2б-ның кубы дегеніміз а куб дейді. Яғни бірінші өрнекті кубтаймыз. А куб плюс 3 көбейтілген а-ның квадраты. Демек, мынау а-ның квадраты деп жазамыз. Бірінші өрнектің көбейтілген б дейді. Жай ғана б. Ал бізде жай ғана б ол 2б-ға тең болып тұр. Келесі плюс 3 көбейтілген. Жай ғана аны жазамыз. Аны көбейтеміз. Міне мына жердегі. Аны көбейтеміз. Міне ол бізде бірінші а. Көбейтілген б квадрат дейді. Б квадраттың орнына біз 2б-ны квадраттаймыз. Бұлай. Плюс б куб. 2б-ның кубы. Жақсы, әрі қарай қалай болады сонда? А куб плюс, мұнан көбейтейік. 3-ті 2-ке көбейтеміз. 6а квадрат б плюс 2б-ның квадраты бізде 4б квадраты береді. Енді 4-ті 3-ке көбейтсек бізде 12
аб квадрат плюс 2b-ның кубы дегеніміз 2-ның кубы 8-ге тең, b-ның кубы b кубқа тең. Сонда 8b куб деп жазамыз. Болды, осылай тоқтайды. Екінші есеп с минус 3d-ның кубын табу үшін мына екінші формуламен жазамыз, иә? Так, а минус b-ның кубы дегеніміз бірінші өрнекті кубтау керекпіз, яғни а куб дейді. Мынау бізде бірінші өрнек ол с, иә? с куб минус 3 көбейтілген а квадрат дейді. Яғни мына біріншіні квадраттау керек. Яғни с-ны квадраттаймыз. с квадраттың өзі болады. Көбейтілген, просто b-ны жазамыз. b дегеніміз бізде 3d-ға тең. Плюс 3 көбейтілген. Жай ғана а-ны жазамыз. А-ның рөлінде бізде с тұр. Көбейтілген b квадрат. b квадрат дегеніміз ол 3d-ға тең. 3d-ны квадраттаймыз. Минус осы 3d-ны кубтаймыз. Формулаға сәйкесінше салып шықтық, енді өрнектейік. с кубтың өзін жазамыз, минус. Мына жерде 3-ті 3-ке көбейтеміз. 9c квадрат d плюс. Мына жерде 3d-ның квадраты неге тең? 9d квадратқа тең, иә? 9-ды 3-ке көбейтеміз, 27cd квадрат. Минус 3-тің кубы 27, d-ның кубы d куб болады. Міне осылай есеп шығарады екен, иә? Үшіншісі 2 минус m-ның кубы. Тағы да мына екінші формулаға саламыз. Сонда 2-ні кубтаймыз, минус 3 көбейтілген 2 көбейтілген m квадрат плюс 3 көбейтілген 2 көбейту. Так, мына жерде 2-ның квадраты ғой, керісінше. 2-ның квадраты көбейту m, а мына жерде 2 көбейтілген m-ның квадраты. Минус m-ның кубы. Сонда 2-ның кубы 8, минус 2-ның квадраты нешеге тең? 4-ке тең. 3-ті 4-ке көбейтеміз, 12m, плюс 3-ті 2-ке көбейтеміз, 6m квадрат, минус m куб. 4-ші есеп. 3x плюс 2b-ның кубы дегеніміз, бірінші формулаға саламыз, а-ны кубтаймыз, яғни бірінші өрнекті кубтаймыз. Ол 3x-ның кубы плюс 3 еселенген 3x-ның квадраты көбейтілген 2b қосылған 3 көбейту 3x көбейту 2b-ның квадраты плюс 2b-ның кубы болады екен, иә? Так, ары қарай 3-тің кубы бізде 27, x-тің кубы x кубтың өзі болады, плюс, так, 3x-тің квадрат дегеніміз ол 9x квадратқа тең, иә? Сонда 3-ті 9-ға көбейтеміз, 27, оны тағы 2-ге көбейтсек 54 болады екен. x квадрат b плюс 2b-ның квадраты мына жерде 4b квадрат жазып қояйық. Так, 3-ті 3-ке көбейтеміз, 9, 9-ті 4-ке көбейтсек 36xb квадрат плюс 2b-ның кубы дегеніміз 8b куб болады екен. Міне есеп осылай шығады. Келесі 227 есеп. А және b сандарының квадраттарының қосындысын а плюс b және а минус b арқылы өрнектеу керек екен. Так, а және b сандарының квадраттарының қосындысы деген а квадрат қосылған b квадратты бізге өрнектеу керек. Мынаны осындай шығу үшін мынау а плюс b және а минус b-ны қалай қолдансақ болады дейді. Енді бізге квадрат керек болса, онда а плюс b-ның квадратын алайық, одан кейін а минус b-ның квадратын алайық. Ол қазір бізге бірдеңе береді, иә? Так, екеуін не істейік? Қосып көрейік. Не болады сонда? Қарайық. Мына ашайық. А плюс b-ның квадраты деген ол бізде а квадрат плюс 2ab плюс b квадратты береді, дұрыс па? Қосылған, енді мына минуспен жазайық. Минуспен болса қалай болады? А квадрат минус 2ab плюс b квадрат болады. Екеуін енді қосайық. Не болады? Так, а квадратқа а квадратты қоссақ 2а квадрат болады. Плюс 2ab мен минус 2ab бізде жойылады себебі қарама-қарсыдан ба? А мына жерде b квадратқа b квадратты қоссақ 2b квадрат болады. Так, бізде теңдік теңесті ме? Жоқ. Бізге а квадрат қосылған b квадрат керек. А мына жерде бізде 2а квадрат қосылған 2b квадрат болып тұр. Демек, біз мынаны 2-ге бөліп жүрейік. Яғни қараңыздар, жақшаның сыртына 2-ні шығарамыз ортақ көбейткіш ретінде. Сонда бізде мына а квадрат плюс b квадрат қалып тұр. Енді бізде мынау жай ғана осы а квадрат плюс b квадрат қалу үшін біз мына 2-ден қалай құтыламыз? Оны әрине 2-ге бөлеміз, иә? Сонда 2-ге былай бөліп жүрсек, мына 2 мен 2 қысқарады, сонда бізде а квадрат плюс b квадрат қалады екен. Енді мына 2 бөлу дегенді мынаның барлығын астына жазып шығайық. Былай. Сонда міне бізде мына өрнек дұрыс болады екен.
егер жаңағы мынау а плюс б-ның квадратын ашамыз, а минус б-ның квадратын ашамыз, екеуін бір-бірін қосып, соңында 2-ге бөлсек, бізде а квадрат плюс б квадрат шығады екен. Жақсы, 5-28 есеп. 4аб шығу үшін біз мына а плюс б мен а минус б-ны қалай өрнектейміз? Енді мына жерде қараңыздар. Бұл өте оңай. Дәл осы өрнек болады, тек қана минуспен болады. Неге? Себебі а плюс б-ның квадраты минус а минус б-ның квадраты бөлінген 2 болсын. Так. Бөлінген 2 керек емес бұл жерде. Жай ғана осылай көрейік бірінші. А плюс б-ның квадраты және а минус б-ның квадратын азайтайық. Азайтып көрейік. Сонда, біріншісін ашамыз. А квадрат плюс 2аб плюс б квадрат болады. Минус, мына жақшаның ішіне қалдырайық, өйткені минус бізде қазір әсер етеді. Мынау а квадрат минус 2аб плюс б квадрат. Енді, жақшаны ашайық мына жерде. А квадрат плюс 2аб плюс б квадраттың өзін жазамыз. Енді минус бізде бәріне кері әсер етеді. Плюс а квадрат ол бізде минус а квадрат болады. Плюс 2аб болады, және де минус б квадрат болады. Қараңыздар, мына а квадрат пен минус а квадрат жойылады, плюс б квадрат пен минус б квадрат жойылады. Сонда 2аб мен 2аб қалады. Екеуін қоссақ не болады? Бізде 4аб болады екен. Жоқ, бізде теңдік дәлелденді. Демек, 4аб шығу үшін мынау а плюс б-ның квадратынан а минус б-ның квадратын азайта салу керек екен. Жақсы, келесі 29 есеп. Мына теңдікті дәлелдеу керек. А плюс б және қосылған с-ның квадраты мынаған тең екен. Енді біз квадраты деген өз-өзіне 2 рет көбейту деген сөз, иә? Онда біз кәдімгі жақша әдісімен квадрат алып тастаймыз. Сонда дәлелдейік. Көбейтіп шығайық. Мынаны а плюс б плюс с-ға көбейтеміз. Сонда а квадрат плюс аб плюс ас болады екен. Келесі б-ны үшеуіне көбейтіп шығамыз. Онда б-ны аға көбейтсек аб плюс б квадрат плюс бс болады екен. Келесі мына с-ны үшеуіне кезек көбейтіп шығамыз тағы да. Сонда ас плюс бс плюс с квадрат болады екен. Болды, енді ықшамдаймыз. Мына а квадрат бар ма? Иә, бар. Плюс б квадрат және с квадратты жазылайық. Ары қарай қараңыздар, аб біреуі бар, аб екеуі бар. Сонда плюс 2аб дейміз. Ары қарай, так, бізде ас міне біреу, екеу, плюс 2ас деген сөз. Және де соңғысы, ол бізде бс, иә, міне екеу. 2бс. Осылай бізде теңдік дәлелденді. Келесі 30-шы есеп, көпінші түріне келтіріңдер дейді. Так, а плюс б-ның квадраты және тағы да квадраты. Енді оңай, иә? Бірінші, а плюс б-ны квадраттаймыз, одан кейін тағы да квадраттау керекпіз. А плюс б-ның квадраты дегеніміз ол не? А квадрат плюс 2аб плюс б квадрат деген сөз. Соны тағы да квадраттау керекпіз. Квадраттау дегеніміз ол өз-өзіне 2 рет көбейту деген сөз. Мынау өрнекті 2 рет көбейтіп жазамыз. Ал енді асықпай көбейтіп шығайық. Мына а квадраттық әрқайсысына көбейтіп шығамыз. Сонда не болады? А-ның 4 дәрежесі плюс 2а куб б плюс а квадрат б квадрат болады. Қосылған. Енді 2аб-ны мына әрқайсысына көбейтіп шығамыз. Ол бізде не береді? Негізі астына жазайықшы. Қайттан а-ның 4 дәрежесі плюс 2а куб б плюс а квадрат б квадрат. Енді мына 2аб-ны мына үшеуіне көбейтіп шығамыз. Сонда плюс 2а куб б плюс 4а квадрат б квадрат плюс 2аб куб болады. Келесі б квадратты мына үшеуіне әрқайсына көбейтіп шығамыз. А квадрат б квадрат плюс 2аб куб плюс б-ның 4 дәрежесі. Жақсы, онда ықшамдайық. А-ның 4 дәрежесі өзі біреу ғана бізде. Одан кейін а куб б бар ма бізде? Міне біреу бар, міне екеуі бар. А куб б тағы бар ма? Жоқ екен, иә? Сонда 2-2-ні қоссақ 4а куб б болады. Келесі а квадрат б квадратты қарайық. Бар ма? Міне біреу бар, екеуі бар. А квадрат міне тағы біреу бар екен, иә? Сонда алдында бізде көрінбейтін 1 бар. 1 қосу 4 қосу 1, ол бізде 6-ны береді екен, иә? 6а квадрат б квадрат. Келесі бізде не бар? 2аб куб бар, міне 2аб куб бар. Екеуін қоссақ 4аб
плюс b-ның 4 дәрежесі. Мынау. Олар бізде жалғыз-жалғыздан, иә? Жақсы, келесі екіншісін көрейік. А минус b-ның 4 дәрежесі дейді. Енді біз 4 дәрежесін білмейміз ғой, қалай шығару керек екенін. Оны біз былай жіктеп жазайық. Бағанағы бірінші сияқты былай жазсақ болады ғой, иә? Дәрежелердің қасиеті бойынша қалай бізде? А-ның m дәрежесінің n дәрежесі дегеніміз ол А-ны m көбейту n деген сөз, иә? Демек біз А-ның 4 дәрежесін А-ның 2 дәрежесі және тағы да оның 2 дәрежесі деп жаздық. Сонда А минус b-ның квадраты дегеніміз ол А квадрат минус 2AB плюс b квадраты береді. Соны квадраттаймыз. Квадраттау дегенне өз-өзіне 2 рет көбейту деген сөз, иә? Сонда жіктеп жазып алайық. Осылай. Так, енді шығарайық. Так, мына жерде А квадратты мынау жақшадағы үшеуіне көбейтіп шығарамыз. Сонда А-ның 4 дәрежесі минус 2А куб Б плюс А квадрат Б квадрат. Таңбаларына назар аударыңыздар. Енді минус 2А-ны мына үшеуіне көбейтіп шығамын. Так, минус 2А куб Б плюс 4А квадрат Б квадрат минус 2АБ куб. Енді Б квадратты үшеуіне көбейтіп шығамын. Плюс А квадрат Б квадрат минус 2АБ куб минус, плюс B-ның 4 дәрежесі. Жақсы, ықшамдайық енді. Бізде А-ның 4 дәрежесі өзі жалғыз, иә? Енді мыналарды қарайық. А куб Б бар. Тағы да міне А куб Б бар. Бір-бірін азайтсақ, 4А куб Б-ны береді. А квадрат Б квадрат бар. Міне А квадрат Б квадрат бар. Және міне А квадрат Б квадрат бар. Бәрін қосамыз, сонда 6А квадрат Б квадрат. Иә? Так, енді мынау қалды бізде. АБ куб, міне АБ куб. Бір-біріне азайтсақ, 4АБ куб. Және соңғысы бізде плюс B-ның 4 дәрежесі. Болды, осымен бізде есеп аяқталды. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.